Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы белгісіз азайтқышы бар теңдеуді шешу. Бұл сабақта сен белгісіз азайтқышы бар теңдеуді шешуді үйренесің. Балалар, бізге мынандай теңдеу берілген. 8 бен x-тің айырмасы 6-ға тең. Енді осы жердегі компоненттерді анықтап алайық. 8 азайғыш, x азайтқыш, 6 айырманың мәні екен. Бізде белгісіз азайтқыш екен. Енді балалар, бүгін біз белгісіз азайтқышты қалай табуды үйренеміз. Белгісіз азайтқышты табу үшін азайғыштан айырманың мәнін азайту керек. Енді теңдеуді шешіп көрейік. X тең, азайғышымыз 8-ге тең, ал айырманың мәні 6-ға тең, яғни 8-ден 6-ны азайтамыз. Сонда x-тің мәні 2-ге тең болады. Енді x тең 2-ге дейін асын сызып тексереміз. Тексерген кезде балалар, теңдеудің берілгеніне қараймыз. Бізде теңдеудің берілгенде бірінші 8 азайғыш тұр. 8 азайту, енді x-тің орнына мәнін жазамыз, 2-ні. 8 азайту 2 тең 6-ға. 6 тең 6-ға болады екен. Енді балалар, мына тапсырмада сандық сәуленің көмегімен теңдеулерді шешіп көрейік. Бізге 9 бен a-ның айырмасы 4-ке тең теңдеуі берілген. Бұл жерде a белгісіміз азайтқыш екен. Енді белгісіз азайтқышты табу үшін азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Яғни 9-дан 4-ті азайтамыз. Сонда белгісіз a-мыз 5-ке тең болады екен. Енді тексерейік. Берілгеніне қараймыз. 9 азайғыш тұр. 9-ды жазамыз. 9-дан a-ның орнына 5-ті жазамыз. 9-дан 5-ті азайтсақ 4-ке тең. 4 тең 4-ке. Енді оны сандық сәуленің көмегімен қалай табуға болады? 9-ды анықтап аламыз және айырманың мәні 4-ке тең. Енді 9-дан 4-ке дейін секіреміз. Сонда біз қанша рет секірдік балалар? 5 рет секірдік. Яғни бұл жердегі белгісіз азайтқышымыз 5-ке тең екен. Жарайсыңдар балалар, енді оқулықтың 50-51 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптеріміздің 47-48 беттеріндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Іске сәт балалар.